Когда человек курит, обратите внимание, какие зубы. Это зубы желтеют, получается, кариезируются. Сколько кариеса получается. Затем обратите внимание на язык. Языковые сосочки лопаются, образуются небольшие волосики. Конечный результат, вот такой язычок бывает, да, у курящего человека. Образуются язвочки. Міне, бұл темекі жөнінде шындық. Нақты мәліметке жүгінсек, темекі шегу адам өмірін бірнеше жылға қысқартады. Темекі уақыт өте келе адам ағзасының бірнеше бөлігін істен шығарады. Мысалы, күніне 20 тал шылым шеккен адамның өкпесіне жылына жарты литр шайыр жиналады екен. Дәрігерлерді мазалап отырған маңызды мәселелердің бірі мектеп оқушыларының темекіге әуестігі. Жыл санап олардың саны артып барады. Әсіресе электронды сигареттерді оқушылар қолдануды әдетке айналдырған. Это самое модное, что сейчас, наверное, есть, но это очень вредно. Это вы знаете, наверное, да? Это электронные сигареты. Очень вредно. Из чего он состоит? Из резервуара. В нем что находится? Никотин, ароматизатор, глицерин. Глицерин сам по себе, это в составе идет масло, жир, которое накапливается в легких, и оно не разлагается. То есть с каждым разом оно никуда не уходит, оно все собирается. И в конце концов она может дать какое-либо заболевание. Выставка наша работает давно. Біздің көрмеміз бұрыннан жүзеге асып келеді. Сіздердің медицина қызметкерлеріңізбен бүгін көрмені екібастұзда ұйымдастырып отырмыз. Жалпы бұл көрмеде шылым шегудің қатерлі екендігін жеткізгіміз келеді. Бүгінгі көрмеде шылым шегудің қаупі жайлы толық ақпарат қамтылған. Көрме барысында шылым шегетін және темекі тартпайтын адамның өкпелері қандай болатыны көрнекі құралдармен түсіндірілді. Это муляж, легкие животного, они уже наполнены полностью смолой, то есть разорваны альвеолы, вот такого темно-синего, черного цвета они. Ну и при вдохе, вот обратите внимание, да, что кислород с легких ушел сразу. Человеку не хватает куда-то пройти на большое расстояние или подняться, опуститься вверх. И вот так же делаю вдох, смотрите. Есть разница, да? Легкая, красивая, правильного цвета, альвеолы все на месте. И воздух, кислород выходит постепенно с легкого. То есть этот человек, получает большую дозу кислорода для своей жизнедеятельности. Темекі жапырағынан жасалатын тауарлардың барлығы да денсаулыққа қауіп төндіреді. Насыбай ауыздағы дәм сезу қабілетін төмендетеді, ауыздағы тістерді түсіреді. Түбінде адам түрлі обырларға душар болады. Мұның бәрі никотиннің қаншалықты қауіпті екенін тағы бір мәрте дәлелдейді. Выставка очень интересная. Көрме өте қызықты, ең бастысы өте маңызды. Ұйымдастырушыларға алғыс айтқым келеді. Темекі жайында ақпаратты толық жеткізу үшін осындай көрме ұйымдастырғандары үшін. Бұны көрген әрбір азамат өзінің өмірі жайлы ойланады деген ойдамын. Сондықтан барлығымыз салауатты өмір салтын ұстанайық. Даже идешь по улице. Көшеде келе жатсаң, жастар түтінін будақтатып, шылым шегіп келе жатады. Бұның бәрі денсаулыққа зиян екенін біле тұра шегеді. Сондықтан болашақ ұрпағымыз осындай көрмелерге назар аударып, шылым шеккеннің соңы неге әкелетінін көрсе екен деймін. Мен салауатты өмір салты үшін. Осылайша қала тұрғындары адам ағзасына төнетін басты қауіп жайында жан-жақты ақпарат алды. Темекі жөніндегі шындық көрмесі Екібастұз қаласының кәсіпкерлік бөлімінің ұйымдастыруымен өтті. Ал аталмыш көрме бұдан бұрын еліміздің 8 қаласында ұйымдастырылған және жоспарлы түрде жалғасын таппақ. Келесі көрме қойылатын қала ол Семей, кейін Өскемен және Жезқазған. Осылайша біз еліміздің түгел қалаларын қамтымақпыз.